Помещение жайлы айтайық, бәріміз бизнес бастаған кезде көбінесе қазір онлайн, офлайн формат бар. Онлайн формат болғанның өзінде ертең сіз масштабқа шыққан кезде бәрібір офлайн форматқа келесіз, сізге офис керек болады. Локация. Первый очередь локация таңдаған кезде не істейміз? Бірінші линиядан всегда алу керек. Ол қаншалықты қымбат болса да. Өйткені көбіміз ойлаймыз да, мұны ЖК тұрады, ЖК-ның арт жағы арзан ғой всегда бір 500-600 мың теңге аренда, одан 200-300 мың. Сол жақты алып аламыз да, отырамыз да. Ле болмаса Қосшыдан алып аламыз, ле болмаса Қарағанды трассадан алып аламыз 200-300 мың теңге. Айтамыз, ешкім келмейді маған деп. Конечно, ешкім келмейді, ол жаққа ешкім бармайды вообще. Сол үшін ең левый беріктен аламыз. Бірінші локация, первая линия, где есть вот парковочная зона обязательно должна быть, да, сізде? Это мой кейс. Ол көп бизнесқа келеді. Обязательно, когда мы берем, вот помещение с ремонтом алу керек. Мен практикада көрдім, когда я открывал в прошлом году 5-й филиал, бір ресторанды жұмысқа түсіру маған 70 миллионға түсті. Это очень большие деньги, поэтому лучше стараться готовое помещение взять. Потом немножко ремонт сделайте и все. Расходы будут на 3, даже 4 раза дешевле, но такой же эффект можно сделать.